Армысыздар, қазақ елі. Әлеуметтік желіде таралған ақпараттарға сүйенсек, Шымкент қаласының тұрғыны 16 жасар Таңнұр Тұрсынбек 21 қаңтар күні таңертең үйінен шығып кеткеннен қайтып оралмаған. Хабар ошарсыз және із-түзсіз жоғалып кеткендер туралы арыз-шағым бойынша полиция қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын жүргізіп жатыр. Шымкент қаласы полиция департаментінің баспасөз қызметі іздеу жұмыстарының жүргізіліп жатқанын, сондай-ақ көрші өңірлердің полиция департаменттеріне бағдар жолданғанын айтады. Алдында хабарлағанымыздай, бұның алдында Шымкентте бір жас жігіт пен қыз жоғалып кеткен болатын. Шымкентте жоғалып кеткен жас жігіт пен мектеп оқушысы әлі табылмады. 14 қаңтар күні хабарсыз кеткен Бәйдібек Еділбек әлі күнге дейін байланысқа шықпаған. Ал 21 қаңтар кешке соңғы рет таксиге мінгенін айтқан Арайлым Ермекбайдың із-түзсіз кеткеніне де бірнеше күн болды. Екеуі де Ордабасы ауданының тұрғындары. Жоғалған жастардың туыстары жақсы хабар болып қалар мекен деп телефонға елеңдеп отыр. Әрине, өте қиын жағдай. Біз бүкіл қазақ болып жоғалған жастардың ата-аналарымен ертерек аман-есен қауышуына тілек білдіреміз. Айналдырған 3 аптаның ішінде бір қаладан жап-жас 2 қыз бен бір жап-жас әскерден енді ғана келген жігіт жоғалды. Бұл не деген сұмдық? Бәріміз де ұл қыз өсіріп отырмыз. Бала-шағамызға, немерелерімізге абай болайық, қадірменді қазақ елі.